Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Анасы үшін соттасқан ағайындылар. Исі мұсылманның киелі бесігі Сауд Арабиясында екі ағайынды, яғни ағасы мен інісі анасына қамқор болу үшін таласып қалған. Ағасы Хайзан әл-Фахайди анасын інісіне беруден бас тартқан. Осыған байланысты інісі ағасының үстінен сотқа шағым түсірген. Ағайындылар анасының мұрасы үшін емес, мұра дейтін мұрасы да жоқ, жалғыз жүзігінен басқа сауап үшін бір-бірімен таласып қалған. Сот алқасы алдымен анасына сөз берген көрінеді. Ол екі ұлын да бөле жармай, біреуі менің оң көзім болса, екіншісі сол көзім деп жауап берген екен. Сот алқасы ақылдаса келе, ағайындылар арасындағы талас-тартысты кіші ұлдың пайдасына шешіп берген. Өйткені оның денсаулығы ағасына қарағанда мықты болып шыққан.